Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры 16 маусымның шымылдығын жапты. Ұжым осы кезеңде атқарған істерін қорытындылап премьералық спектакльдердің бірі «Жетім тағдыр» қойылымын ұсынды. Облыстағы қара шаңырақ үшін бұл маусым несімен ерекшеленді? Әртістердің алға қойған жоспары қандай? Тілшіміз Фариза Шазитова біліп қайтты. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының репертуары биыл жаңа 4 спектакльмен толықты. Жалпы 16 маусым қазақ театры үшін өте жемісті болды. Мәдени ошақ Тәжікстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі драматург Барсу Абдуразақов пен Ақмолалық Мұратбек Оспановпен жұмыс істеді. Әлемдік классика «Ревизор» мен Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Жабыл Ерғалиевтің пьесасы сахналанды. Демалыссыз жұмыс істеді деп айтуға болады. Себебі актер деген халық тәулігіне 18-20 сағатқа шейін жұмыс істеу керек дейді. Яғни ол сахнада жұмыс істей беру емес, сонымен қатар ми арқылы, ой арқылы, жүрек арқылы, эмоция арқылы. Сондықтан біздің актерлар осы ретте өздерінің еңбектерін аянбай көрсетті ғой деп ойлаймын. Македонияға антикалық драматургтер фестиваліне жол тартамыз деп отырмыз. Алла бұйыртса. Одан кейін Астана қаласында өтетін «Сахнадан сәлем» деген Астана қалалық фестиваліне қатысамыз. Биыл мәдени ошақтың бірнеше әртістер мен қызметкерлері облыс және қала әкімінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәдениет министрлігі мен театр қайраткерлері одағының марапатына ие болды. Солардың бірі актриса Самал Тәшімова. Ол халықаралық театр күніне орай дәстүрлі алтын сақамен марапатталып, үздік әйел бейнесі номинациясын жеңіп алған болатын. Софоклдың «Эдип патша» спектаклінде Йокаста рөлін ойнадым. Өте бір ауқымды, қомақты рөлдердің бірі. Одан кейін «Ревизор» Гогольдің, онда маған енді Анна Андреевнаның рөлі берілді. Осы рөлдер бір-біріне өте ұқсамайтын әртүрлі рөлдер берілді. Әрине оған мен өте қуаныштымын. Оған мен бар ынтаммен, барлық күшімді жұмсап, мен еңбек еттім. Маусым жабылғанмен театр ұжымының жұмысы тоқтамайды. Олар жоспарға сай жаз айларында гастрольдік сапармен облыс аудандарын аралап, халықаралық фестивальдарға қатысуды жоспарлап отыр. Астанада өтетін фестивальда Хугаевтың «Қара шекпен» спектаклін қойса, Македонияға Софоклдың «Эдип патшасына» бармақшы. 16 маусымның жабылуында театр көрермендерге «Жетім тағдыр» спектаклін ұсынды. Осы үйдің де осы ботқасын 30 жылдан бері жеп келе жатқан жоқпын ба? Бір тоятын уақытым болған шығар менің де. Жемісі мен жеңісі, қызығы мен шыжығы мол 16 маусымда сәтті жапқан театр ұжымына облыс әкімі Ерік Сұлтановтың атынан ықылас гүлі табысталды. Ал қошемет білдіріп алғыс айтқан көрермен, сахнагерлер мен 17 маусымдағы кездесуді асыға күтеді. Фариза Жаситова, Азамат Жантурин, ақпарат.